Әңгімемізді бастамас бұрын, бүгін видеоны еліміздің қай жерінен қарап отырғаныңызды комментарийге жазыңыз. Ескі шарбақ құлап қала жаздап тұрған. Бекжан мұны көктемнен бері білетін, бірақ жөндеуге қолы енді жетті. Түндегі желдің кесірінен бір тақтай мүлде түсіп қалыпты. Ол аулада ескі джинсімен оңып кеткен жейде киіп, қолына балғастап, неден бастарын білмей тұрды. Әке, бұл мүлде сынып қалған ба? Деп соңынан үміт сығалай қарады. 8 жастағы қыз шарбаққа үреймен қарады. Сөзінде бір белгісіз қайғы бар сияқты. Сынып қалған жоқ, жай шаршаған, деді Бекжан. Жөндейміз, бәрі жаңаша болады. Үміт басын изеді, бірақ көзінде әлі күдік. Анасы 2 жыл бұрын кетіп қалғаннан бері қыз бәрі бір күні бұзылып қалады деп қорқатын. Үй, жұмыс, әкесі, бәрі. Бекжан мұны жақсы түсінетін, сол үшін әр күні оған бәрін бірге жеңеміз деп көрсеткісі келетін. Ол тақтайды орнына қойып, балғаны көтере бергенде, кенеттен көрші жағынан әйелдің даусы естілді. Абайлаңыз! Бекжан бұрылып қарады. Шарбақтың ар жағында шамамен 30-дардағы әйел тұр екен. Жеміл көйлек киген, шашын жинап алған, қолында бау-бақша қайшысы, жымиып тұр. Кешіріңіз, деді Бекжан қысылып. Мұнда біреу бар деп ойламадым. Үй бос тұр сияқты еді. Кеше ғана көшіп келдім, деді әйел. Атым Айнұр. Мен Бекжан. Ал бұл қызың Үміт. Үміт қолын бұлғап. Сәлем, деді. Айнұр күлімсіреді. Сәлем Үміт, атың әдемі екен. Бекжан қайта балғасын көтергенде Айнұр тоқтатты. Тақтайды дұрыс ұстамадыңыз. Қазір жарылады. Көмектесейін. Бекжан таңғалды. Өмірінде әйелдердің құрал сайманмен көмектескенін көп көрмепті. Бұрынғы әйелі тіпті шаннан да қашатын. Егер қиын болмаса, деді ол. Айнұр шарбақтың аласа жерінен жеңін секіріп өтті. Тақтайды дұрыс бұрышқа қойып ұстап тұрды. Енді соғымыз. Бекжан соқты. Шеге бірден кірді. Тақтайда жарылған жоқ. Тағы 2 соққы, бітті. Рахмет, деді ол. Бұны бұрын үйренгенмін, деді Айнұр қысқа ғана. Бірақ көп болды. Үміт жүгіріп келіп, жаңа көршіні қызықтап тұрды. Сізде бала бар ма деп сұрады. Айнұр сәл тоқтап қалды. Көзінде бір сәт ауырлығы байқалды. Бірақ бірден жасырды. Жоқ, әзірге жоқ. Ал сіз өзіңіз бала қалайсыз ба, деді Үміт. Үміт деп ұялып кетті Бекжан. Ештеңе етпейді, деді Айнұр, қыздың кейіне тізерлей отырып. Қалаймын, өте қалаймын. Бірақ әзірге бұйырмады. Үміт шынайы үнмен. Онда бізге келіп тұрмыз, біз сізді күтеміз, деді. Бекжан қызарып кетті. Кешіріңіз, ол өте ашық мінезді. Бұл керемет қасиет, деді Айнұр. Егер адамдардың бәрі осылай ашық болса, дүние жақсырақ болар еді. Үшеуі шарбақты бірге жөндеді. Үнсіз, бірақ жайлы үнсіздікпен. Бекжан Айнұрды байқай берді. Қолдары таза, күтімді, бірақ құралдан қорықпайды. Қолындағы сағаты қымбат сияқты, бірақ жеңімен жасырып қояды. Дауысы жай, бірақ әр сөзі салмақты. Мұнда көптен бері тұрасыз ба, деп сұрады ол. Бүкіл өмірі осы үйде өтті, деді Бекжан. Ал сіз қайдан келдіңіз, деп сұрап үлгермей, Үміт орап әкетті. Сіз қай жақтан келдіңіз? Үлкен қаладан, деді Айнұр. Шудан шаршадым, тыныштық керек болды. Ал жұмысыңыз қандай? Айнұр сәл ойланды. Қағаз жұмыстармен айналсам, есептер, жиналыстар, қызық емес. Екеуміз ауысып алсақ жақсы болар еді, деді Бекжан күліп. Мен ағаш шеберханасында істеймін. Шаң, жаңқа, жарақат. Бірақ сіз қолыңызбен бір нәрсе жасайсыз, деді Айнұр. Бұл ешқашан жалықтырмайды. Шарбақ дайын болғанда Бекжан артқа шегініп қарады. Бекем тұр, көмегіңізге рахмет. Ештеңе емес, маған да ұнады, деді Айнұр. Үміт оның жеңінен тартып. Сіз лимонад жақсы көресіз бе? Әкем өте дәмді жасап береді. Үміт, қой енді. Ұнатамын, деді Айнұр жымиып. Қарсылығыңыз болмаса, ішкім келеді. Олар верандаға отырды. Бекжан үйден лимонад құйылған кувшин мен 3 стақан әкелді. Үміт Айнұрдың қасына жайғасып алып, мектеп, достары, шарбақтың жанында өсетін сарыгүлдер туралы тоқтаусыз сөйлей берді. Сарыгүлдер менің ең жақсы көретінім, деді Үміт. Менің де сүйікті гүлдерім, деп күлімсіреді Айнұр. Бекжан сол сәтте оның қызға ерекше мейіріммен қарағанын байқап қалды. Ол көзқарасты жасыру мүмкін емес еді. Үміт ойнап кеткесін, аулада Бекжан мен Айнұр ғана қалды. Айнұр лимонадты жайлап ішіп, айналаға қарап отырды. Мұнда тыныш екен, деді ол. Әдемі, көңілге жақсы. Қалаға қарағанда тым тыныш болып көрінбей ме? Жоқ, деді Айнұр. Маған керегі, дәл осындай тыныштық. Бекжан оның не себепті қалағанын сұрағысы келді, бірақ батпады.
Оның орнына бұл үй 2 жыл бос тұрды. Біреудің көшіп келгені жақсы болды. Жанында адам тұрғаны жақсы ғой деді. Айнұр басын изеді. Иә, дұрыс айтасыз. Бір сәт үнсіздік орнады. Бекжан өз-өзінен оның мойнын, желдім шашын қозғағанын, жалпы оның қандай бір жұмсақ сұлулығын байқап қарап тұрған аңғарды. Мен қайтайын деді Айнұр орнынан тұрып. Лимонад үшін рахмет, көмек үшін де. Ол жымиып өз үйіне қарай беттеді. Қақпаға жеткенде бұрылып, егер тағы көмегім керек болса, айта салыңыз, мен көрші тұрам деді. Жақсы деді Бекжан. Ол кеткен соң Үміт қайта жүгіріп келіп, әке, ол жақсы адам ба? Деп сұрады. Әрине, жақсы сияқты деді Бекжан. Онда оны тағы шақырайық, маған ол ұнайды. Бекжан қызын басынан сипады. Көрерміз, күннің қалай боларына қараймыз жаным. Бірақ жүрегінің түбінде ол бір нәрсені сезді. Бұл әйел оған тек сырт келбетімен емес, мінезімен, жүріс-тұрысымен, жылы сөздермен әсер етті. Оның ішінде бір түрлі мұң да, күш те бар еді. Бір жағынан нәзік, бір жағынан өмірден өткен адам сияқты. Кешке Үміт ұйықтап кеткенде, Бекжан верандада отырып аспанға қарады. Көрші үй қараңғы болатын, тек бір терезеде ғана жарық жанып тұр. Ол Айнұрдың жалғыз отырғанын көз алдына елестетті. Мүмкін ол да дәл қазір терезеден сыртқа қарап отырған шығар деп ойлады. Сол сәтте оның жүрегінде күтпеген тілек пайда болды. Осы екі үйдің арасындағы көзге көрінбейтін шекараны бір рет аттап өтсе қайтер еді? Бірақ қорықты. Әсіресе бұрынғы әйелі Айданадан кейін. Айдана ештеңе түсіндірмей, бір күні кетіп қалған. Тек бір парақ қағаз қалдырған. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Бұл менің өмірім емес. Солай ғана. Ешбір қоштасу, түсіндіру жоқ. Үміт апталап жылаған. Мама бізді неге жақсы көрмейді? Деп сұрағанда Бекжанда жауап болмаған. Содан бері ол ешкімге есік ашпауды үйренді. Үй, жұмыс, қызы, басқасының бәрін сыртта қалдырды. Өмірі жабық шеңберге айналған. Бірақ бүгін сол шеңбер сәл жарыла бастаған сезді. Және бұл жолы ол қорыққан жоқ. Бұл әйел кім өзі? Неден қашып жүр? Неге Үмітке сонша мейіріммен қарады? Ол ауыр күрсінді де үйге кірді. Ертең жаңа күн. Ертең мүмкін олар бір-бірін жақсырақ танитын шығар. Ал мүмкін танымаған да дұрыс шығар. Кейде адамның өз құпиясы болғанда өнер. Бірақ ол ұйықтар алдында Айнұрдың бейнесі көз алдынан кетпеді. Оның жымиған жүзі, тақтай ұстап тұрған қолдары, шаршаған дауысы, бірақ ішінде сөнбеген үміт бар. Ол түсінді. Арақашықтықты сақтау енді кеш. Айнұр олардың өміріне кіріп болды. Енді оның қанша уақытқа келетіні ғана белгісіз. Келесі күні Айнұр қақпалында кастрюль ұстап тұрды. Көбірек сорпа жасай салттын, деді ол. Сіздерге берейін деп ойладым. Бекжан таңғалып қалды. Үміт қуанып жүгіріп келді. Айнұр тәте, сіз келдіңіз бе? Әрине келдім. Келем дегенмін ғой. Үшеуі ас үйге кіріп отырды. Сорпа өте дәмді. Еті, көкөнісі мол, үйдің иісі шаттырды. Үміт таңсанып ішті. Бекжан үнсіз отырып, бір түрлі жылылықты сезінді. Өздеріне біреу тамақ пісіріп бергенін ұмытып қалған екен. Өте дәмді, деді ол. Рахмет, тамақ жасағанды жақсы көрем. Тек соңғы уақытта ешкімге пісірмеп едім. Жалғыз тұрасыз ба? Иә, үйреніп біткенмін. Үміт оған қарап. Жалғыз жүргенде жабырқау болмай ма? Деді. Кейде болады, деді Айнұр. Бірақ бүгін ондай емес. Түскі ас біткен соң Айнұр ыдыс жууға көмектесті. Бекжан жанында тұрып, ыдыстарды сүртіп тұрды. Қарапайым ғана іс, бірақ үйдің ішіне басқа көңіл, басқа жылу кіргендей болды. Сіз өте жақсы әкесіз, деді Айнұр жай дауыспен. Тырсам, деді Бекжан. Бірақ әрдайым дұрыс істей алмаймын. Үміт бақытты бала. Бұл сіздің еңбегіңіз. Білмеймін, деді ол күрсініп. Анасынан кейін ол қатты өзгерді. Жабық болды. Барлығы тастап кетеді деп қорқады. Айнұр қолындағы тарелкені қойып, оның қолына жай ғана жанаса тоқтады. Ол өскенде бәрін түсінеді. Ең бастысы, сіз қасындасыз. Сол сәтте олардың арасында бір нәрсе өзгергендей болды. Бұл жай ұнату емес еді. Бір-бірінің ішіндегі жараны тану сияқты сезім. Содан бастап Айнұр жиі келетін болды. Бірде бәліш әкеледі, бірде жай ғана отырып әңгіме айтады. Үміт оған үйреніп қалды. Суреттерін көрсетеді, мектептегі оқиғаларды айтады, тіпті кейде ертегі оқып беруді сұрайды.
Айнұр ешқашан қарсы болмайтын. Бір күні кешке Үміт ұйықтап қалған соң, ас үйде екеуі ғана қалды. Бекжан шай қайнатып қойды. Айнұр керезеге қарап отырды. Өзіміз туралы айта аласыз ба? Шын, өзіміз кімсіз? Деді ол. Айнұр ауыр күрсінді. Мен жай ғана шаршаған әйелмін. Өзім бола алмай жүргенінен шаршағанмын. Бұл жауап емес қой. Білем. Тек бәрін бірден айта алмаймын. Сәл күте аласыз ба? Күте алам, деді Бекжан. Менің де айтқым келмейтін нәрселерім бар. Онда екеуміз де теңбіз. Олар үнсіз отырды. Бірақ бұл үнсіздік ауыр емес, жайлы еді. Айнұр шын аяқты екі қолмен ұстап отырған. Бекжан оның саусағында Сақинаның ізі қалғанын байқады. Күңгірт түске боялған сызық. Тұрмыста болғансыз ба? Деп сұрады ол абайлап. Сүйген адамым болды. Үйленеміз деп жүргеміз, бірақ болмай қалды. Неге? Өйткені ол мені жақсы көргісі келген жоқ. Ол мені иемденгісі келді. Мен оған тиесілі адам болғандай, ал бұл махаббат емес. Бекжан басын изеді. Түсінемін. Менің әйелім де басқа өмірді қалады. Мен бере алмадым. Мүмкін ол бар нәрсенің бағасын білмеген шығар. Олар бір-біріне қарады. Сол сәт ауада бір түсініксіз жақсы сезім пайда болды. Айнұр көзін бірінші боп тайдырды. Мен қайтайын. Шай үшін рахмет. Әңгіме үшін де рахмет, деді ол. Жымиып үйіне кетіп қалды. Бекжан оның кеткеніне қарап тұрып, жүрегінің әдеттегіден жылдам соғып тұрғанын сезді. Ауылда өсек тез тарап кетеді. Келесі күні дүкенде көршісі Гүлнәр тәте тоқтатып, «Жаңа бір танысым бар деп естідім», деді. «Көршім ғана», деді Бекжан қысқа. «Бір түрлі әйел сияқты. Біздің жерде ондай сәнді киінгендер жүрмейді. Қайдан келген өзі?» «Қаладан». «Онда не істеп жүр?» «Бай адамдар жайдан жай ауылға келмейді. Бірдеңеден қашып жүру, немесе біреуден жасырынған шығар». Бекжан тістеніп, «Мүмкін тыныштық іздеген шығар. Барлық адам қаланың у-шуын ұната бермейді». «Білмеймін, бірақ абай бол», деді Гүлнәр. «Ондай әйелдер проблема әкеледі». Бекжан жауап бергісі келді, бірақ үндемей қойды. Дегенмен айтқан сөздері оның ойында қалды. Айнұр кім? Неге өткенін жасырғысы келеді? Және неге ол оған сонша сенгісі келеді? Сенбі күні Айнұр оларды үйіне қонаққа шақырды. Үй үлкен, бірақ бос еді. Ешқандай сурет, жеке зат жоқ. Мүлде уақытша тұрған адам сияқты. «Мұнда көп болдыңыз ба?» деді Бекжан. «Бір айдай, бірақ қанша тұратынымды білмейін». «Неге?» «Өмір кейде ретсіз болады. Бір жерде ұзақ тұрғың келмейді». Үміт үйдің ішінде жүгіріп, бәріне таңғалып жүрді. Айнұр көкөністі макарон дайындап, верандаға дастархан жайды. Құстардың дауысымен күннің батқалы тұрған шағында бәрі өте тыныш, өте жылы болды. «Маған бұл жер ұнайды», деді Үміт. «Біз жиі келсек бола ма?» «Әрине, есік әрқашан ашық», деді Айнұр. Ас ішіп болған соң Үміт алдада ойнап кетті. Бекжан ыдыс жинауға көмектесіп жүреді. Айнұр кенет тоқтады. Оның көзі Үмітке түсті. «Ол маған біреуді қатты еске салады», деді Айнұр. «Кімді?» «Бұрын таныған бір қызды. Ол да саргүлдерді жақсы көретін». Айнұрдың даусында ауыр мұң бар еді. Ол керіс қарап, көз жасын сүртті. «Кешіріңіз, кейде өткен өмір қайта оралады». «Не болды?» деді Бекжан жай дауыспен. «Қазір айта алмайын. Бір күн айтам. Уәде берем». Түнде Бекжан ұзақ ұйықтай алмады. Ойы Айнұрда. Оның қайғысы, жұмбақ сөздері, Үмітке деген мейірімі. Ол сезіп тұрды. Ғашық болып жүр. Және бұл оны қорқытты. Соңғы рет махаббат оған тек ауыртпалық әкелген еді. Бірақ таңертең аулаға шыққанда, Айнұрдың шарбақ қасында гүлдерді суғарып тұрғанын көріп, жүрегіндегі қорқыныш сейілді. Ол қол бұлғап күліп қойды. Сол жеткілікті болды. Күндердің бірінде қара түсті қымбат машина келді. Ішінен костюм киген ер адам шығып, Айнұрға бір папка берді. Екеуі қысқа ғана салқын сөйлесті. Машина кеткеннен кейін Айнұрдың жүзі аппақ боп тұрды. «Бәрі дұрыс па?» деді Бекжан. «Дұрыс. Бұрынғы өмірден қалған істер босатпайды. Қаласаңыз айтып көріңіз, бірге ойланармыз». Айнұр оған ұзақ қарады. «Егер мен шындықты айтсам, сіз мені жек көріп кетуіміз мүмкін. Әлі көрмей жатып қалай білесіз?» «Қазір айта алмаймын. Кешіріңіз». Уақыт өте берді. Айнұр сирек келетін болды. Көңілсіз, ойлы болып жүргенін Бекжан да Үміт те сезді. Бір кеште Бекжан шыдай алмай, оның есігін қақты.
Айнұр, ашымшы. Ол есік ашты. Көздері жылағаннан қызарып кетіпті. Не болды? Бәрі қиын. Онда бірге шешейік. Айнұр біраз тұрды да. Мен қорқан, Бекжан. Сіз мені танып болғанда бәрі бұзылады деп қорқан. Маған сеніп көріміз. Сол кезде Айнұр оған жақындап қатты құшақтады. Денесі дірілдеп тұрды. Бекжан да оны құшақтады. Мен айтам, жақында. Маған аз ғана уақыт беріңіз. Жарайды. Бірақ біліп қойыңыз. Мен кетпеймін, не болса да. Айнұр оның көзіне қарап тұрып, кенет өте жеңіл, ұяң ғана болып оны сүйіп алды. Бұл сүю үмітке де, қорқынышқа да толы еді. Олар құшақтан ажыраған кезде Бекжан сыбырлап айтты. Сен қандай сыр жасырып жүрсең де, менің саған деген сезімім өзгермейді. Айнұр басын шайқады. Сен олай ойлайсың, бірақ сен әлі шындықтың бәрін білмейсің. Онда айтшы. Қазір айта алмаймын. Ертең қаладағы жәрмеңкеде бәрін өз көзіңмен көресің. Ол есікті жапты. Бекжан қараңғыда біраз тұрды. Жүрегі езіліп тұрса да қорықпады. Өйткені ол Айнұр үшін қандай қауіп болса да баруға дайын еді. Жәрмеңке құмысқаның илеуіндей қайнап жатты. Базар қатарлары ұзын. Айнала тәтті тоқаштың, қуырылған еттің иісі. Балалар жүгіріп жүр. Сатушылар айғайлап шақырып жатыр. Үміт Бекжанның қолын тартқылап, әр ойыншықты, әр тәттіні көрсетіп әлек. Айнұр жанында келе жатыр, бірақ бір түрлі үндемей қалды. Бекжан оның қалай үнені артына қарай беретініне, қымбат көліктерді көрсе мазасы қашатынына, шляпасының көлеңкесіне тығылатынына назар аударды. Өзіңді жақсы сезініп тұрсың ба? Деп сұрады ол. Иә, жай ғана адам көп, қаласақ қайтайық. Дауысы дірілдеп тұрды. Бекжан оның қолын ұстады. Айнұр, не болды жатыр? Ол бірдеңе айтайын деп аузын аша бергенде, кенет оларды бір ер адам тоқтатты. Қымбат костюм киген, қолында папка, жүзінен байлық пен бийлік көрініп тұр. Айнұр ханым, деді ол қатты дауыспен. Ақыры таптым. Бір аптадан бері сізге хабарласа алмай жүрміз. Айнұрдың жүзі құп-қу болып кетті. Бекжан тікелей орнында қатып қалды. Ержан қайда? Деді ер адам. Сіз қоңырауларды көтермейсіз, хаттарға жауап бермейсіз. Кеңес сіздің шешіміңізді күтеді. Немістермен жасалып жатқан келісім тоқтап тұр. Айнұр адам көп екенін енді байқады. Бәрі оларға қарап тұр. Енді не болды жатыр? Деді Бекжан түсінбей. Айнұр оған жалтақтап қарады. Көзінде үрей. Ер адам жалғастыра берді. Айнұр ханым, облыстағы ең ірі құрылыс компаниясының иесі. Жарты жылжымайтын мүлік осы кісінің атына тіркелген. Тыныштық орнады. Үміт жеңінен тартып. Әке, ол кісі не айтып тұр? Бекжан ештеңе айтпады. Тек Айнұрға қарады. Бір сәтте бәрі орнына келгендей болды. Қымбат сағат, бос үй, көп ақшаға мән бермеуі. Сен Алмас құрылыс компаниясының иесісің бе? Деді ол, дауысын өзі танымай. Айнұр басын изеді. Көзінен жас тоқтамай ақты. Иә, бірақ бұл маңызды емес. Маңызды емес? Деді Бекжан артқа шегініп. Сен бәрін жасырдың. Мен өтірік айтпадым, тек айтпадым. Бұл да өтірікпен бірдей. Ер адам түсініп қалғандай асығыс кетіп қалды. Айнұр енді ғана Бекжанға жақындады. Өтінем, тыңда. Мен бүгін бәрін өзім айтуға келдім. Шын айтам. Қашан? Тағы да біраз уақыт өтсе ме? Мен жай ғана бір рет болсын қарапайым адам болғым келді. Менің есебімнен бе? Айнұр жұдырығын түйді. Жоқ, мен сені шынымен жақсы көріп қалдым, Бекжан. Сен мені алғаш рет ақша емес адам ретінде көрдім. Бірақ менің білуге құқығым болды, деді Бекжан ауыр дауыспен. Үміт жылап жіберді. Бекжан оны қолына алды. Біз кет бұл жерден. Бекжан, тоқташы. Жоқ, жетер. Маған уақыт керек. Ол бұрылып халықтың арасынан кетіп қалды. Айнұр алаңның ортасында жалғыз қалып қойды. Жылап тұрса да көз жасын сүртеді. Жай ғана Бекжанның кетіп бара жатқанын ұзақ қарап тұрды. Бекжан үйде ар-бері жүре берді. Жүйкесі жұқарған. Үміт диванда ойыншығын құшақтап отыр. Әке, сен неге оған ұрыстың? Өйткені ол бізді алдады. Бірақ ол жақсы адам ғой, бізді жақсы көреді. Махаббат өтірікке тұрмайды. Үміт жылап жіберді. Мен Айнұр тәтенің қайта келгенін қалаймын. Бекжан оны құшақтады, бірақ жауап таба алмады. Түнде Үміт ұйықтағанда ол аулаға шығып көрші үйге қарады. Онда жарық жанып тұрды. Ештеңе айтпай
Айнұрдың жалғыз отырғанын елестетіп, жүрегі сығылып кетті. Сол кезде телефон шырылдады. Таныс емес нөмір. Тыңдап тұрмын. Бұл Еркежан Сәдуақасова. Мен Айнұр ханымның бәсекелесімін. Сізбен кездесу керек. Неге? Айнұр туралы. Және сіздің шеберханаңыз туралы айтуым керек. Бекжанның жүрегі шым етті. Шеберханада не болған? Ертең орталық көшедегі кафе, таңғы 10:00-де. Жақсы. Қоңырау үзіліп кетті. Бекжан телефонын қатты ұстап тұрып, тағы не бар? Тағы қандай шындық бар? Деп ойлады. Ертең ерте кафеға келді. Дәл 10 болғанда Еркежан кіріп келді. Еркежан ұзын бойлы, сұлу, іскер костюм киген әйел кафе есігін ашып, Бекжан отырған үстелге жақындады. Ол қарсысына отырып, кофе заказ берді. Келгеніңізге рахмет, деді Еркежан. Айтайын деген маңызды нәрсе бар. Айта беріңіз, деді Бекжан. Еркежан планшетін алып бірнеше құжат ашты. Сіздің шеберханаңыз тұрған ғимарат Алмас компаниясының меншігі. Сіз 5 жылдан бері соларға жалға төлейсіз, солай ма? Иә, дұрыс. Не болды? Бұл компанияның иесі Айнұр. Бекжан түсінбей қалды. Не? Иә, ол сізді мұнда келмей тұрып-ақ білетін. Тіпті сізге жақын болу үшін көрші үйді әдейі сатып алған. Сенімдісіз бе? Міне құжаттар. Үйді 3 ай бұрын сатып алған. Жалдаушылар тізімінде сіздің атыңыз бар. Бұл жай кездейсоқ емес. Бекжанның тынысы тарылып кетті. Еркежан сөзін жалғастырды. Компания бұл ауданға жаңа жоба жоспарлап отыр. Ескі үйлерді, ішінде сіздің шеберханаңызды да сүріп тастайды. 6 айдан кейін сізді шығарады. Айнұр, білгенде? Әрине, бұйрыққа өзі қол қойған. Бекжан қолын бетіне қойып үнсіз қалды. Бәрі жалған, бәрі алдау сияқты көрінді. Неге мұны маған айтып отырсыз? Өйткені мен сізге ұсыныс жасаймын, деді Еркежан. Мен сіздің шеберханаңызды сатып алуға дайынмын. Бағасы өте жақсы. Сіз жаңа жерден орын алып, бизнесімізді қайта бастайсыз. Ол өте үлкен соманы атады. Жаңа өмір бастауға да, жайлы өмір сүруге де жететін ақша еді. Ойланарсыз, деп Еркежан өзінің визитка карточкасын қалдырып кетті. Кафеде жалғыз қалған Бекжан іштей босап, бар сенімі құлағандай болды. Кешке Айнұр оның есігін қақты. Бекжан, өтінем, ашшы. Ол есікті ашты, бірақ даусы салқын болды. Айт, неге көрші үйді әдейі сатып алдың? Неге шеберхананың өз компанияма кесілі екенін айтпадың? Неге бұзылатынын біліп тұрып үндемедің? Айнұрдың жүзі бозарып кетті. Бұны саған кім айтты? Маңызды емес, бұл рас па? Айнұр басын изеді. Иә, бірақ бәрі олай болған жоқ. Жетер, шығып кет. Бекжан, өтінем, тыңдашы. Сен мені пайдаланып жүрдің. Неге екенін білмеймін, бірақ сен Анардан да жаман болдың. Ол болса да шындықты айтқан. Айнұр орнында сілейіп қалды. Көздер жас шығып, ерні дірілдеп. Мен сені алдаған жоқпын. Мен сені жақсы көрдім. Махаббат өтірікпен тұрмайды. Ол есікті қатты жауып жіберді. Айнұр біразға дейін жылап тұрды. Содан кейін баяу бұрылып кетіп қалды. Сол түні Бекжан көз іле алмады. Үйдің әр бұрышына қараса, бәрі жалған сияқты. Сорпа, күлу, қамқорлығы, меймітке жасаған мейірімі. Бірақ ол Айнұрдың жан дүниесіндегі шынайы қайғыны да есіне алды. Екеуі құшақтасқан кез, сүйген сәт, бәрін. Сол кезде үміт кірді. Әке, ұйықтай алмай жатырмын. Кел жан. Ол қызын қасына жатқызды. Әке, сен тәте Айнұрды кешіресің де? Білмеймін жаным. Ол бізге өтірік айтты. Бірақ ол кеше жылады. Жаман адамдар жыламайды ғой. Әке, сен маманы да кешірдім ғой. Ол да кеткен. Мен кешірген жоқпын. Тек өз өмірін сүрсін деп жібердім. Ал тәте Айнұр қалғысы келеді. Бұл маңызды емес пе? Бекжан үнсіз қалды. Балалардың сөзінде кейде үлкендерден де терең ақиқат бар еді. Мен ойланам жаным. Уәде берем. Үміт ұйықтап қалды, бірақ Бекжан ұйықтай алмады. Жүрегі ашудан емес, жоғалтудан ауырып тұрды. Ертесінде Бекжан шеберхананың алдында тұрды. Қолында Еркежанның визиткасы. Ұсынған ақша өте үлкен. Жаңа шеберхана, үмітке жақсы болашақ. Бәрі дұрыс сияқты, бірақ... Телефон шырылдады. Еркежан. Сәлеметсіз бе, Бекжан? Ойланып көрдіңіз бе? Ойландым. Асырыңыз. Айнұр сізге ештеңе бермейді. Қазірдің өзінде бұзу рәсімін бастап жіберді. Сен бұны қайдан білесің?
Менің компанияда адамдарым бар. Айнұрға сіз керек адам емессіз. Ол жай ғана қарапайым өмір ойынын ойнады. Байлар кейде солай жасайды. Сосын шаршаса кетіп қалады. Бұл сөздер жүректі тіліп өтті. Өйткені ішінен рас сияқты деп те ойлап қалды. Кейін хабарласам, деді Бекжан. 2-ақ күн уақытымыз бар, деді Еркежан. Қоңырау үзілді. Үміт келіп әкесінің аяғына оралды. Әке, тәте Айнұр шынымен жаман ба? Бекжан күрсінді. Білмеймін жаным. Ол кеше жылады, мен көрдім. Жаман адамдар олай жыламайды. Бұл сөздер оның жанын тіпті қатты ауыртты. Кешке хат келді. Қарапайым ақ конверт. 7 қайнаса сорпасы қосылмайтын жазба. Бекжан аш қараса, Айнұрдың жазуы. Хатта бұлай жазылған. Бекжан, мен кешірім сұрамайын. Өйткені оған лайықты емеспін. Кек шындықты білсең екен деймін. 5 жылдан. Менің Аружан деген қызым болды. 6 жаста. Сары гүлдерді жақсы көретін, Үміт сияқты. Ол кезде мен күйеуімен ажырасу үстіндедім. Ол компанияны тартып алғысы келді. Мен келісім бермедім. Сонда ол Аружанды алып кетті. Қорқытқысы келді. Қол қойсаң ғана қайтарам деді. Мен заң мен әділдікке сендім. Бірақ бір аптадан кейін ол ішіп алып көлік жүргізіп авария болды. Аружан сол жерде қайтыс болды. Содан бері менің ішімде ештеңе қалмады. Компания, ақша, бәрі мағынасыз болды. Маған психолог басқа жерге кету керек деді. Солай ауылдан үй көрдім. Тыныштық ұнады. Ал көршіде сіз және Үміт бар екенін кейін білдім. Басында танысуды ойламадым, бірақ Үмітті көргенде Аружан есіме түсті. Өзімді тоқтата алмадым. Мен ойнаған жоқпын, Бекжан. Мен сені жақсы көріп қалдым. Үмітті жақсы көріп қалдым. Сендермен бірге болған күндерде мен өзімді тірі сезіндім. Иә, шеберханаға байланысты жоспар болған, бірақ мен оны 1 ай бұрын тоқтаттым. Құжаттар сотқа жолданды. Шеберхананың саған кегін беріп жібердім. Бұл ренжітпеу, сатып алу емес. Тек өзімнің қателігімді аз да болса дұрыс жасағым келді. Мен кетіп барамын. Қашқаннан емес, ауырпалық қалдырмас үшін. Үміт маған бауыр басып қалды. Ал сен мені жек көріп тұрғанда, мен ол үйге кіре алмаймын. Рахмет саған. Сол қысқа уақыт ішінде мен өзімді адам сезіндім. Үмітті қорға. Ол керемет бала. Айнұр. Бекжан хатты 3 рет оқып шықты. Қолы дірілдеп кетті. Не сезерін білмеді. Ашу, аяу, ұялу, бәрі араласып кетті. Бала жоғалту. Ол тіпті елестете алмады. Үміт оның тынысы еді. Егер оған бір нәрсе болса, Бекжан бұл ойды ойлаудың өзінен қорқып, көзін жұмып жіберді. Ал Айнұр мұның бәрін басынан өткеріп, соған қарамастан күліп, тамақ дайындап, өзі бөтен адам болса да, Үмітке, оған қамқор болуға күші жетіпті. Бекжан Айнұрды іздеп офиске барды. Таңертең ол Алмас компаниясының кеңсесіне барды. Биік әйнек ғимарат, қауіпсіздік, қабылдау бөлімі. Маған Айнұр керек, кез. Ол жоқ, кеше кетіп қалды. Қайда? Білмейміз, орнына басқа адамды қалдырды. Бекжанның жүрегі шөгіп кетті. Ол расымен кетіп қалған. Шығара берісте оны жәрмеңкеде көрген Ержан тоқтатты. Сіз Бекжансыз ба? Ол сізге аманат қалдырды. Ержан оған пакет берді. Құжаттар. Шеберхана енді ресми түрде Бекжанның атына жазылыпты. Және көрші үйдің кілті. Ол айтты, егер ол ойланып мені кешірсе, үйді Үмітке сыйлаймын. Ішінде балаларға арналған кітапхана бар. Бекжан ештеңе айта алмады. Тек басын изептете барды. Үйге кіргенде расымен кішкентай кітапхана тұр екен. Сөрелер толы кітап, жұмсақ креслолар, бұрышта ойыншықтар. Үстелдің үстінде Үмітке арналған жазба. Оқысын, армандасын. Мен оны да, әкеңді де жақсы көремін. Сол сәтте Үміт үйге кірді. Әке, бұл маған ба? Иә жаным, мұны тәте Айнұр қалдырған. Ол қайтып келе ме? Білмеймін. Үміт жылап жіберді. Оны шақыршы, өтінем. Мен оның бізбен болғанын қалайым. Бекжан қызым құшақтады. Сол кезде ол да түсінді. Ол да Айнұрдың оралғанын қалайды. Еркежан қайта хабарласты. Телефон шырылдады. Еркежан. Бекжан, уақытыңыз бітейін деп қалды. Шеберхананы сатасыз ба? Жоқ. Не? Шеберхана сатылмайды. Ешқашан. Сіз қателесіп тұрсыз. Мүмкін. Бірақ бұл менің шешімім. Ол телефонды өшіріп тастады. Ішінен бір жеңілдік келгендей болды. Бекжан Айнұрға хабарласады. Кешке ол Айнұрдың нөмірін тауып қоңырау шалды. Ұзақ уақыт тұтқа көтерілмеді. Сосын оның шаршаған, әлсіз дауысы шықты.
Алло? Айнұр, бұл Бекжан. Тыныштық. Сосын, неге хабарласып тұрсың? Өйткені мен ақымақпын. Кешір. Айнұр жылап жіберді. Кешірім сұрама. Сен дұрыс айттың. Мен өтірік айттым. Сен өміріңді аман алып қалуға тырыстың. Енді түсінем. Жоқ, сен әлі білмейсің. Балаңды жоғалту өмір бойы жазылмайтын жара. Онда айт. Кел, біз қайта бастайық. Ұзақ үнсіздік. Мен қорқамын, Бекжан. Қайтадан біреуге ауыртып алам ба деп қорқамын. Онда бірге қорқайық, екеуміз. Айнұр тынып қалды. Сосын сыбырлап. Шынымен бе? Иә, мен де, үміт те сені қайта көргіміз келеді. Мен бұған лайық емеспін. Лайықсың. Әр адам екінші мүмкіндікке лайық. Тағы үнсіздік. Сосын. Жақсы. Ертең айтып келем. Сол шарбақтың жанында күтем. Бәрі сол жерде басталған ғой. Мен күтем. Құлақ қаптан сыңғырлаған жеңіл күлкі естілді. Көз жасымен араласқан. Үміт есік алдында тұр екен. Бәрін естіп қойған. Әке, ол келеді ме? Иә. Ура! Ол әкесіне жабысып құшақтады. Бекжан да күліп жіберді. Ішіндегі мұз еріп бара жатқандай болды. Бекжан таң атпай оянып кетті. Ұйқысы қашық, жүрегі алып ұшып тұр. Ол өзін сабырға шақырғанмен, ішінде бір дауыс, бәлкім, бәрі қайтадан ауыр болар деп сыбырлай берді. Үміт көрші бөлмеде Айнұр қалдырған кітапты құшақтап ұйықтап жатыр. Айнұр тәте, менің не жақсы көретінді қалай біліп қойған? Ол сиқыршы ғой деп кеше айтқаны есіне түсті. Сиқыршы. Өз қайғысын жасырып жүретін адам. Бекжан аулаға шықты. Таңғы аспан қызғылт түске боялып тұр. Олар бірге жөндеген шарбақ мұқтап тұр. Түс ауа бір қарапайым сүргөлік тоқтады. Айнұр түсті. Джинсы, жеңіл свитер. Бетінде ешқандай бояу жоқ. Қолында тек бір сөмке. Ол қақпа алдында тұрып қалды. Кірейіндеп тұрғандай, бірақ батпай. Бекжан оған қарай жүрді. Бекжан мен Айнұр шарбақтың екі жағында тұрды. Дәл ең алғаш танысқан күндегідей. Сәлем, деді Айнұр ақын. Сәлем, деді Бекжан. Араларында аз ғана ауыр үнсіздік болды. Мен қайдан бастарымды білмей тұрмын, деді Айнұр. Шынымды айтудан баста, деді Бекжан. Айнұр шарбақ жанына отырып қалды. Бекжан да қарсысына отырды. Аружан қайтыс болғанда, мен де бірге өлгім келді, деді ол. Тамақ іше алмадым, ұйықтай алмадым. Тіпті дем ала алмайтын сияқты болдым. Таңертең оянып, бір сәтке бәрі жақсы деп ойлап қалам. Сосын есіме түссе, жаным қайтадан күйіп кететін. Дәрігерлер, көп жұмыс істеп көр, ойың бөлінеді, деді. Мен күніне 20 сағат жұмыс істедім, бірақ бәрібір көмектеспеді. Мен тірі адам сияқты емес, бос бір сүлде болып жүрдім. Бекжан үндемеді. Оған сөйлеуге мүмкіндік берді. Психолог маған өзіңді мықты көрсету міндет емес, жай өмір сүре алатын орын тап деді. Мен интернеттен осы ауылдағы үйді көріп сатып алдым. Тыныштығы ұнап еді. Бірақ сені мен үмітті көрген күні бәрі өзгерді, деді Айнұр. Үмітті алғаш көргенде, ол Аружанның күлкісін еске салды. Сол сәтте жаным қатты ауырды. Бұрылып кетіп қалғым келді. Бірақ ол күліп жібергенде тоқтай алмадым. Бұл жай қайғы емес еді, бұл үміт сияқты болды. Бекжан күрсінді. Сен үмітті Аружанның орнын басу үшін қолдандың ба? Иә, басында солай болды, деді Айнұр ашығын айтып. Бірақ кейін мен үмітті өз күйінде жақсы көріп қалдым. Ол Аружан емес, ол бөрек адам. Мен оны сондай күйінде жақсы көрдім. Сені де, өзін де байқамай. Айнұр көз жасын сүртті. Мен кім екенімді айтпай жүрдім, өйткені қорықтым. Бұрынғы ер адамдар менің ақшама, компанияма ғана қарады. Мені адам ретінде көрмеді. Ал сен алғаш рет менің көзіме қарадың. Қалғанның бәрі маңызды болмады. Сол үшін шындықты айтуға батпай жүрдім. Бірақ мен сенің сеніміңді жоғалттым. Мен оны түсінем. Мен сенің сеніміңді бірден қайтар деп сұрамаймын. Маған тек мүмкіндік бер. Қайтадан сенімге лайық болуға мүмкіндік. Бекжан ұзақ ойланды. Сосын қолын созып шарбақтан асырды. Айнұр оның қолын ұстап алды. Жарайды, деді Бекжан. Бірақ енді өтірік жоқ. Ешқашан. Уәде, деді Айнұр. Және үміт бірінші орында. Әрқашан. Әрқашан, деді Айнұр. Дәл осы кезде үйдің есігі тарс жабылды. Үміт жүгіріп шықты. Ол Айнұрды көріп тоқтай қалды. Тәте Айнұр, сәлем.
Сәлем жаным, деді Айнұр жылы жымиып. Үміт ақырын жақындап келді. Сен шынымен келдің бе? Иә, егер сен қаласаң, мен осындан. Үміт басын изеді де, кенеттен Айнұрға қарай жүгіріп құшақтай алды. Айнұр да оны қатты құшақтады. Оның иығы дірілдеп тұрды, көз жасы тоқтамады. Мен сағындым, деді Үміт. Мен де өте қатты сағындым, деді Айнұр сыбырлап. Бекжан бұларды көріп кеудесіндегі соңғы мұздым еріп жатқанын сезді. Бұл дұрыс шешім еді. Айнұр ол күні оларда қалмады. Қала ішінен шағын пәтер жалдап алды. Күнді келіп жүрді. Үмітке көмектесті. Тамақ жасады. Үйдің жөндеуін бірге істеді. Өзін тықпаламай, асықпай, баяу-баяу олардың өміріне қайта ене бастады. Кешкісін Бекжан екеуі ұзақ сөйлесетін. Өткен өмірі, қайғысы, қорқыныштар туралы. Айнұр Аружан туралы көп айтты. Оның күлкісі, мінезі, сары гүлдерді жақсы көретіні туралы. Бекжан тыңдап отырды, қолын қысып. Кейде Айнұр жылады, кейде жымиды. Әр әңгімеден кейін оның жанындағы ауыр жүк біртіндеп жеңіліп жатқандай болды. Бір күні Айнұр айтты. Мен ең қатты неден қорқам білесің бе? Неден? Аружанды ұмытып кетем бе деп. Егер мен бақытты болсам, оған сатқындық жасағандай сезінем. Бекжан оның қолын қысып. Махаббат ешқашан азаймайды. Ол көбейеді. Сен үмітті жақсы көргенде, Аружанды ұмытпайсың. Сен тек жүрегіңе тағы бір адамға орын бересің. Айнұр көзіне жас алып. Егер солай болса, Аружан менімен мақтанар еді, деді. Бір ай өтті. Үміттің туған күні келді. 9 жасқа толады. Бекжан мен Айнұр оған сыйлық дайындады. Қызыл түсті велосипед, ойыншық салатын себеті бар. Ұнай ма? Деді Айнұр, бантик байлап. Әрине, деді Бекжан күліп. Сосын Айнұр бірден сұрақ қойды. Бекжан, сен біз туралы ойлап жүрсің бе? Болашағымыз туралы. Иә, деді ол ойланбай. Күнде ойлаймын. Мен сенің қасымызда, отбасымыздың бір бөлігі болғаныңды қалаймын. Айнұр демі ішіне тығылып тоқтап қалды. Шынымен бе? Иә, бірақ асықтырмаймын. Қашан дайын болсаң? Айнұр жақындап келіп оны құшақтады. Мен дайынмын. Бұрыннан. Олар алғаш рет еш қорқынышсыз, өткенге байланбай, жеңіл әрі шын жүректен өбісті. Үміттің достары, көршілер, тәте Гүлнар пирогын көтеріп келді. Айнұр үстел жаюға көмектесті. Күліп балалармен ойнады. Енді ешкім оған күдікпен қарамайтын болды. Бәрі оны өз адамындай қабылдады. Велосипедті шығарғанда Үміт айқайлап қуанып кетті. Аула ішінде айдалаға жүгіріп, күліп бәріне көрсетіп жүрді. Сосын Айнұр мен Бекжанға жүгіріп келіп, «Рахмет, бұл ең керемет сыйлық», деді. «Қуаныштым жаным», деді Айнұр. Үміт кенеттен байсалды болды. «Тәте Айнұр, сұрақ қойсам болады ма?» «Әрине қой. Сен бізбен мәңгі қаласың ба?» Айнұр тізерлеп Үміттің көзіне қарады. «Сен қаласаң қалам. Өте қатты қалаймын. Сен мама сияқтысың. Тек одан да мейірімдісің». Айнұрдың көзіне жас толып кетті. «Онда қалам, егер әкең қарсы болмаса». «Әкесі қарсы емес», деді Бекжан күліп, екеуін де құшақтап. Үміт күліп жүгіріп кетті. Айнұр көз жасын сүртті. «Мама», деді. «Ол үшін сен расымен анасың», деді Бекжан. «Мен де қуаныштымын». Олар құшақтасып тұрып, Үміттің аулада шаттанып жүргенін тамашалады. Кешкі ауа таза, көңілдері тыныш еді. Жақсы өмір үшін көп дүние керек емес. Дәл осы сәттің өзі жеткілікті болатын. Қонақтар кеткен соң Үміт қағаз алып келді. «Мен сурет салдым. Қарайсыңдар ма?» Суретте 3 адам тұр. Әке, өзі, тәте, Айнұр. Үшеуі де қол ұстасқан. Үстінде жазу. «Менің отбасым». Айнұр көзін қолмен жауып жылап жіберді. Бекжан оны иығынан құшақтады. «Бұны көзге көрінетін жерге ілеміз», деді ол. «Мұздатқышқа ілейік», деді Үміт. «Тамаша идея». Олар суретті магнитпен іліп қойды. Айнұр ұзақ қараттырып. «Мені осылай қабылдағандарыңа рахмет. Менің жанымда жара көп. Жаралар бізді тірі қылатын нәрсе», деді Бекжан. «Егер олар болмаса, біз бос қабық болар едік». Келесі күні Бекжан аулаға шықты. Шарбаға әлі тұр, бірақ қақпа ашық. Айнұр өз үйінен алма салынған себет ұстап келе жатты. «Қайырлы таң», деді ол. «Қайырлы таң», деді Бекжан. Ол қақпа алдына тоқтап жымиды. «Есіңде ме, сен осы шарбақты жөндегенде?» «Иә, ойлағаным тек жөндеу.
Бірақ шынында біз сол күні бір көпір салдық. Өте әдемі айттым, деді Айнұр. Ол қақпадан өтіп Бекжанның бетінен сүйді. Мен бір нәрсе түсіндім, деді Айнұр. Нені? Шарбақтар адамдарды бөлмейді. Шарбақ тек мынау менің әлемім, анау сенің әлемің деп көрсетеді. Ал қақпаны ашсан, екі әлем бір-біріне қосылады. Таңертеңнен бері философ болып кетіпсің, деп күлді Бекжан. Бұл бақыттан. Бақыт адамды ақылды қып жібереді. Олар үйге бірге кірді. Үміт ас үстелінде кітап оқып отыр екен. Аттап кірген Айнұрды көріп, «Қайырлы таң, мама, қайырлы таң, әке», деді. Айнұр қатып қалды. Мама деген сөз соншалық табиғи шықты. Тіпті бұрыннан солай болғандай. Ол Бекжанға қарады. Бекжан жымиып басын изеді. «Қайырлы таң, жаным», деді Айнұр, дауысы дірілдеп. Олар бірге отырып таңғы ас ішті. Қарапайым таң, қарапайым отбасы. Бірақ бұл олардың өміріндегі ең үлкен бақыт еді. Бекжан жүрегіндегі жарасын емдейтін әйелді тапты. Айнұр қорықпай жақсы көре алатын отбасын тапты. Үміт өзіне шын жүректен ана болған жанды тапты. Ал ауылда тұрған Шарбақ, ол енді бөлу үшін емес, біріктіру үшін тұрды. Қақпасы әрдайым ашық еді. Кешке үшеуі верандада отырып аспандағы жұлдыздарға қарады. «Білесің бе, Айнұр», деді Бекжан. «Сол Шарбақ мен жөндеген ең жақсы нәрсе болды». «Неге?» «Өйткені сол Шарбақты жөндеп жүріп, мен сені таптым. Кейде сынған нәрсе адамға дұрыс жол көрсетеді». Айнұр оның иығына басын қойды. Үміт орталарында отырып аяқтарын бұлғап қойды. «Мен бір нәрсе түсіндім», деді Үміт. «Нені, жаным?» «Отбасы деген бәрі қол ұстасқанда, тіпті арада Шарбақ болса да». Бекжан мен Айнұр бір-біріне күліп қарады. «Дұрыс айтасың, күнім, өте дұрыс». Осылай жұлдызды аспан астында олар шын бақытпен басталған сезінді. Кемшіліксіз емес, бірақ нағыз бақыт. Қорқынышпен, кешіріммен, ашық жүрекпен келген бақыт. Ал Шарбақтың қақпасы сол түні де ашық тұрған. Ешқашан жабылмау үшін.